Сәлем достар, Балқаймақ арнасына қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін үй жағдайында дайындалатын рогалики және тіске басар жасайтын боламыз. Ол үшін бізге үйде қалған өрік, құрма және мейіз, соларды жуып, жұмсартып әбден. Осылай ет тартқыштан тартып, масса жасап аламыз. Осыдан міне әдемі біз осындай тіске басарлар жасаймыз. Бұның арасына мен май қостым, жаңғақ қостым және осындай домалақшалар жасап тіске басар жасаймыз. Және бұларды сыртын маққа араластырып аламыз. Маққа аунатып, осындай кішкене дөңгелекшелер жасап тіске басар жасаймыз. Бұл шаймен ішуге өте дәмді болады. Және осындай ыдыстарға салып, салқын жерге қойып қатырып аламыз. Және қалғанын осындай банкаға салып алдым. Бұны рогалик істегенде, булочка істегенде арасына қосамыз. Ол үшін қамыр дайындап, булкеге қамыр дайындаймыз. Сүт қосып, жұмыртқа, шекер қосып, әдемі қамыр дайындаймыз. Құрамын описанияда көрсетіледі қазір. Және осындай жұмсақ тесто жасаймыз. Ашытуға қоямыз. Қамыр көтерілгеннен кейін осындай жайып, жұқалап, дөңгелекшелерге бөліп, екі жанынан кесіп әдемілеп, ортасына жаңағы өрік мейізден дайындалған салмамызды саламыз. Салып әдемілеп, екі шетінен орап, осындай шағын рогалики жасаймыз. Бұны екі шетін айналдырып, осындай әсемдеп рогалики жасаймыз. Және осы рогаликилерімізді дайындап алғаннан кейін бәрін жақсылап салмамызды салып, бетін жұмыртқаның сарысын жағып, мен бетіне күнжіт септім, әдемілеп пешке пісіруге қоямыз. Беті әдемілеп піскеннен кейін қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің рогаликиімізде тіске басарымызда дайын. Шаймен ішкенге өте керемет болып шығады. Ас болсын. Егер менің арнамдағы барлық видеоларым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген үй жағдайында ыңғайлы, қолжетімді құрамдармен жасалатын көптеген өзім рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын, пайдаларыңызға жарасын. Кездескенше.